арнайы супермаркеттерге метр қанша Ресейге тікелей шығаруға мүмкіндік болмай жатыр дейді. Біз жарты сағаттан -40 шығару керек қазір. Сусындар нелер тұрады ғой, ананы енді тамаққа қылсаң өзгертемейсің. Реалға да сіздерге зат беруге дайын деген сөз. 40 минуттан -40-қа шығару ма? Қайырлы күн баршаңызға. Тоңдатқыш заводына барамыз. Барынша максимал түрде ақпарат беруге тырысамыз Бөкеңнің арқасында. Бөкең өзі бұл нәрселерді өзі шығарып жүрген заттар, заводтарын жақсы білет, танитын заводтар, білетін заводтар деген сияқты. Видеоны соңына дейін көріңіз, жіберіп алмаңыз, өте пайдалы ақпарат болайын деп тұр. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сондай енді. Бұл жерде негізі бұл қалада қызыл мебелде шығады, қызыл ағаштар жасалған мебел шығады, одан кейін завод көбірек қалада. Завод көбірек. Аты қалай қаланың? Тумшан қаласы. Қазір біз қандай заводтар көп? Бар, әрқандай завод бар, қызыл мебел заводы бар, одан кейін әр түрлі негізі. Оқшамайды да, мысалы. Бүгін әзір келе жатқанымыз біздің мына холодильник шығаратын завод да, мысалы. Холодильник шығаратын. Одан кейін киім заводы да бар осы жерде. Джинсы шалбар заводы да бар. Осы Тумшанда негізінде ондай нәрселер көбірек, завод көбірек негізі. Келдік міне осы завод. Холодильник жасайтын заводқа келдік, тоңазытқыштар. Қазір көреміз. Бөкең осы жерден заказ берген екен алдын. Қазақстанға жіберген екен. Мен жай холодильниктер ма деп ойласам, жоқ, пристенный холодильниктер екен. Мінеке арнайы супермаркеттерге, кафе ресторандарға қойып қоюға арналған холодильниктер. Автомат холодильник. Төлем жасап, су пуын ала беретін холодильник. Үш осындай заводы бар да? Өкті. Үшінші заводы ең үлкен да. Холодильниктің түрі бөлінеді ғой. Сол әрбір түрінде мысалы бірінші заводында тағы бір бөлігін шығарады, екінші заводында тағы бір бөлігін шығарады, үшінші заводында бір бөлігін шығарады. Осындай да. Сосын құрастырады. Құрастырып, жиыстырып, апарып жүріп қояды. Мынау 6000 үстінде дейді. 6000 юан? Мынаны елдер мысалы дизайнерін әкеп заказ бергендер дейді да, мысалы. Соны қалай қылу керек, бұнай қылу керек деп дейді жа. Мынау. 3000 юан да? 3000 юан үстінде дейді. Көрсеңді бар. Морозильник кәдімгі дүкендерде қолданатын 3000 юан тұрады екен. Қанша көлемдегі ең кем алу керек, заказ беру керек? Бір контейнер аласың ең аз деген. Бір фура. Бір фура. Бір контейнерде қанша болады? Метр санына қалай болады да, мысалы, соны үштік санын шығаруға болады да, мысалы. Бір контейнерге 40-тай ғана сияды. Так, 3000 юан, 40-тай, 30 мың, 120 мың юанға бір фура заказ беріп, былай айтқанда бүкіл Қазақстанның керек супермаркеттеріне, дүкендеріне доставкамен
сатып айналыссаңыз болады екен. Дайын тұрған. Негізі бізде таза жаңалары өте қымбат. Ресейден келеді, басқа Түркиядан келеді. Мына Қытайдікі де сапасы қалыспайды, бірақ еще бағасы арзан, сапасы жақсы. И жаңа новый күйлер болады. Қос есікті, мына жерде мороженый холодильник та. Қос есіктерде тағы бір заводтар бар, соған апарып көрсетсе болады. Бас жақтан алып келетін болып тұр ма, или өздері жасайтын болып тұр? Өздерімізде өндіретін запчастарды өзіміз сата береміз дейді. Ал енді өндірмейтін запчастар сырттан әкелген кезде біз оны сендерге сатпаймыз дейді. Түсінікті. Ана моторшіктерін ол өздері өндіре ма? Моторшықтарды бар ғой, сырттан біз әкелеміз дейді. Оның ол заводты сендерге біз кесіріп қойсақ болады дейді. Кесіріп. 30-40 жастағы жас жігіттер. Үлкен заводтың хозяиндары. Бұл семейный бизнес қой енді, өздерінің әкелерінен қалған жалғастырып отыр болмаймын да? Иә, солай ғой. Қазір заводтың екінші бөлігіне бар жатырмыз. Бұлай қарағанда бұлардың барлық көзі көрінбейтін нишалар да. B2B саласындағы нишалар ғой, былай айтқанда. Кәсіпкерлерге қажетті құрал-саймандармен қамтамасыз ететін кәсіп. Кейбір кісілер, мықты кісілер, білетін кісілер, пысық кісілер осылай заттарды алдыртып, көзі көрінбейтін нишада алдыртып, сатып жатыр. Жақсы табысқа шығып жатыр. Респект. Солай да істеуге болады. Егер артық ақшаңыз болса, не сатарыңыз білмесеңіз, пожалуйста, осы нәрселерде өте сұранысқа ие. Мен білем себебі, айналысып та жатыр жігіттер. Ана компрессорлар кішкентай, как семечко өтеді жаздың күндері. Ал ана көп жағдайда ескісін жөндейді, қаражатын қимайтындар. Ал жаңадан салынып отырғандары, жаңа нәрсесін қойып келеді, жаңа тоңазғыш қойып келеді. Олардың барлығы қатты қымбат. Ал осы жақтан алдыртып, қолжетімді бағада апарып беретін болсаңыз, неге сізден алмасқа бұл нәрсені? Аз енді өте аз қолдау болады. Бұндай үлкен завод ашып отырғандарға жердің, мысалы, бағада арзандатып сатып береді. Үкімет жағынан біраз жеңілдіктер болады. Ақша алам десе де, үкіметтен ақша алса да өсімсіз қаржы береді бұларға. Сөйтіп сонымен бұл заводты бастап кеткендер бұлар. Қай елдерге көбірек? Бүтін Азия, Европа бәріне шығарып отыр бұлар. Көбісі қай мемлекет көп алады? Европа жақта көп алады. Европа жақ. Су жолымен кетеді ғой. Контейнерің дейді. Бір жолда Европадағыдары деген 5-10-20 контейнерді бұлай алып. Бұл холодильниктердің бәрі производственный холодильниктер ғой, бытовой холодильниктер, яғни үй шаруасында қолданатын холодильниктер жасай ма? Бәрі бар. Біздің жоғарымызда көкелеріміз бар дейді да. Сол шешет дей ма? Сол шешет болады дейді. Қазақстан алған жоқ дейді. Пристенный холодильниктер бізде как семечко өтеді негізі Қазақстанда. Қазір ескісін, біздің холодильник мастерлер бұлардың ескісін реставрация жасап орнатып жатыр негізінде. Ал негізінде ескісі алысқа бара қоймайды бәрібірде, ол жаңару керек, жақсару керек деген сияқты. Бұлар метрмен есептеле ме бағасы? Метрмен есептеледі. Походу отдел продажи, офисы. На жақта шоурум. Вот, пожалуйста, қандай түрі керек. Но тоже магнумдарда тұратын
түрі мінекей постоянный квадраттар. Бұлар енді сусындарға арналған. Моторы бірге жүреді. Үш метрден асып кетсе, оны мотор басқаша жақта тұрады. 3 метрден асса, сөз жоқ, моторы басқа жақта тұрады дейді. Өйткені мұнаның суыту немнесі ол өзде төмендеп кетеді дейді. Ол моторларын тоже жасай ма бұлар? Моторларын өзі сырттан біз мақсыз осындай бір заводтар бар, соған істейді. Мұнадарды бірақ біз өзіміз заводтар өндіреміз. Енді ана бағанағы газ сырттан дейді, одан кейін ана моторы сырттан дейді. Олар басқа заводта болады дейді, мысалы. Қалған зат, ендігі қалған заты бірақ бізде. Осындай холодильник, мысалы. Бірақ тамақтар тұрады ішіне. Автоматпен типа төлем жасап, тамағы керек тамағын алып алатындай. Сондай жасай ма? Ана жерде істеп жатырмыз дейді, оны сендер бағана айтпадыңдар дейді. Ана жерге барған кезде көрсетейік дейді сендер. Тамаққа арналған, сусынға бөлек, сусынға түсінікті. Тамаққа арналған именно. Оны мақсыз анандай өздерің сол ана сендердің тамақтың немнесін бересіңдер, соған қарата заказ істеп береміз дейді мысалы. Тамақ немесін беру. Мысалы, ана тамақты қойғанда қаншалық тамақ қойылады мысалы. Үстіне қоясың ба, айырым қоясың ба. Әртүрлі тамақ қойылады ғой, палау ма, самсы ма дегендей, сондай соған қарата істеп заказ береді екенсің. Мынаң метр қанша, мынаң метр қанша. 4000 қанша. Метр 4000 қанша. Мынау тұрғанша. Мынау үштігіне сатылады дейді. Түсінікті. Моторы жоқ, қанша метрі? Қайсы? Сол төрде тұрған. Сен қанша метрлігі болса, сол 5200 дейді. Метр ма? Метр. Несіз, ешқандай моторсыз, да? Барлығы ішінде толық дейді. Мотормен бірге ме? Бәрі мотормен. Бірақ сізге апарып өзіміз құрастырып бере алмаймыз дейді, шетелге шығу үшін. Түсінікті, құрастыратын адам бар ғой. Ұзатқыш қой. Бұлай дейді, бұны есептелген кезде сен алдымен біріншіден қанша квадрат мысалы, соған қарата, содан кейін бағасы шығады дейді. Мына жерде не жазып тұр? Осы жерге келіп істедің ба, дұрыс деп. Қадамың дұрыс болсын деген сөз ғой. Енді ана қызметкерлер үшін мотивация по поводу, да? Бізге қарап артымыздан ілес деген сөз. Мына мотор ғой сол, Иә. Бұл ішінде тұрады нәрсе ғой. Қырық минутта 0 минус 40 неге шығарады? 40 минутта минус 40-қа шығарады ма? Қазақстандық жаңағыдай тамақ өнеркәсібінде жұмыс жасап жатқандардың негізгі проблемаларының бірі ол жаңағы өздерінің өндірген өнімдерін сақтау. Ұзақ мерзімде сақтау үшін ол өнім свежий кезінде минус 40 градуста қатырып тастау керек. Одан кейін барып, ол бір жыл біраз уақытқа дейін сақтауға болады да. Сол нәрсенің жоқтығының кесірінен, яғни шоко-заморозка дейді, оның жоқтығының кесірінен бізде көптеген өнімдер, көптеген фабрикалар, көптеген жаңағы өндіріс орындары, кәсіпорындар жұмыстарын толыққанды жұмыс жасай алмай тоқтап қалып жатыр негізінде. Қазір енді сұрап едім осы мәселені. 30 минуттың ішінде, жарты сағаттың ішінде минус 40-қа шығаратын неміз бар дейді. Сынақ көрсетіп соған барамыз. Мен білетін Қазақстанда бірнеше монополист компаниялар бар, именно холодильник саласында. Ол Титан, ол Холодом әсіресе, сосын тағы бірнеше, мен қазір есіме түсіп тұрған, біліп тұрған.
Олар қазір Қазақстан нарығында бағаны өте жоғары деңгейде қойып сатып жатыр шындығында да. Ал неке мына компаниялар айтады, бізде Қазақстанда дилерский жоқ дейді. Пожалуйста, бізден алыңдар, сатыңдар дейді. Егер араларыңызда кімде артық ақша болса, қайда саларын білмей жүрген болса, осындай көрінбейтін салаларға салған жақсы. Менің өзімнің анализім бойынша, менің түсінігім бойынша. Себебі бәрі сол көзде көрінетін, бәрі білетін бір нәрсеге салғысы келеді. Ал осындай бір B2B саласында бір кәсіптерге ақша салатын болса, ол жерде үлкен ақшалар жатқан болуы мүмкін. Мына компанияның деңгейін көріп тұрсаңыздар, мінекей, мынау жай ғана өздерінің офистары ғана, бұл өздерінің шоурумдары ғана жай ғана. Вот, остырмап. Ар жағында заводтары бөлек. Жаңа екінші заводта бар, қайта тағы үшінші заводы бар. Бұл деген сөз не? Бұларда возможность жетеді деген сөз, бұларда ақша жетеді деген сөз. Бұлар керек болса, бір-екі рет сауда жасағаннан кейін, бір-екі рет алысып-безісіп болғаннан кейін реалға да сіздерге зат беруге дайын деген сөз. Осы бұлар реально бір-екі рет затын сатып алып, уақытылы ақшасын төлеп отырсаңыз, сізге сенім артады бұлар. Пожалуйста, тағы да реалға ала бер, компанияны жалғастыр, сата бер деген сияқты. Вот осындай да мүмкіндіктер бар. Оның бәрін келістіріп, сөйлестіріп беретін адамдар да бар. Мінекі ортада Booking секілді. Осындай белгілі компанияның дилерствосын сату құқығын Қазақстан бойынша, Ресей бойынша керек болса, Қырғызстан, Өзбекстан бойынша сату құқығын алып, ары қарай жұмыс жасауға болады. Мінекі мынандай нәрселердің барлығын өзіңіздің бренд бойынша қойып, тек қана сізден басқа ешкім сата алмайтындай жасауға мүмкіндік алуға болады. Әрине енді ол түсінулер жасауға келмейді, азын-аулақ оған не керек? Қаражат керек деген сияқты. Сусындар нелер тұрады ғой, тәттілер тұрады. Ананы енді тамаққа қылсаң өзгертеміз дейді баяғы. Мына жерде төлем жасап не істейтін экраны ма типа? Төлем жасап не қылады. Жапонияға шығарғанбыз дейді, мына біреу. Типа анау ысырылып түседі, не қат түседі. Тамаққа енді ол келмейді бәрібір. Тамаққа мынаның ішіндегіні өзгертеміз дейді. Тамаққа ол бүйтіп алу керек деп бүйтіп түсіретін дей ма, жаймен. Мысалы, лақтыра салған тамақ келмейді ол бәрібір. Бірақ та сол тамаққа дейді, мынаның ішін өзгерту керек дейді. Басқаша өзгерту керек. Қазір 16:38 болды. Біз жарты сағатта мынау минус 40 градусқа шығару керек қазір. Сағат 5-тен 10 кетті. Минус 34. Ана 80 болса, 80-ді қып істетіп беретін болсаң, минус 80-ді қып істетіп, онда ол тіпті тез болады. 80-ді қып істеп беруге де болады, минус 80, 120-ды қып беруге болады. Минус 120-ды. Ресейдің нарығы 150 миллион халық. Ар жағында енді ойлап қараңыз да. Ресейге тікелей шығаруға мүмкіндік болмай жатыр дейді. Поэтому сол үшін Қазақстан арқылы алып сатып жатқандар бар. Шынымен ол үлкен мүмкіндік. Соғыстың болып жатырғанында негізі біздің кәсіпкерлер үшін, қазақ кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндік та негізі түсіне білген адам. Солай сатуға болады екен, оказывается. Тек қана Қазақстан нарығы 20 миллион халық қойынды. Оны ғана қамтамасыз етпей, ары қарай да сата беріңіздер деп отыр. Олай сатып жатқандар да бар екен. Міне каталогы, бүкіл пристенный холодильниктер. Мен енді өзім аздап холодильниктен хабарым болғаннан кейін, мен бүгін осы салада кішкене қызығушылық танытып сұрап отырмыз. Дәл қазір ана жерде шоковый заморозканы қосып қойдық, жарты сағатта қазір минус 40 градусқа шығарады деп отыр. Мынау дайын агрегат. Дополнительный оборудование. Центральный агрегат. Мындай сэндвич панельдерін барлығын, корпустарын тоже жасап береді екен. Нағыз санап пельмен өндіретін жаңағыдай кішігірім цехтарға қажетті холодильникті негізі. Себебі 40 минутта минус 40 градусқа қатыратын болса, оны 1 жыл, 2 жыл сақтай беруге болады. Яғни біздегі негізгі проблема сақтау. Өндірілген өнімнің тамақ өнеркәсібіндегі мәселе сақтау. Сосын мынандай сұрақ. Медициналық
холодильниктер жасай ма? Медицинаға арналған. Бұрын біз істегенбіз дейді. Оны мысалы сендер неменесіне қарата, рәзінер, неменедеріне қарата, неменесін бересіңдер. Бұрын істегенбіз шетелге дейді. Чайнаның өзінде істегенбіз, Жапонияға істегенбіз дейді. Соның неменесін алып келесіңдер дейді мысалы. Образесін? Жоқ, соның ішіндегі мынандай болу керек деген, соның бәрі рәзімерлер болу керек, соның несі болу керек дейді. Сөйтіп алып келсеңдер істеп беруге болады дейді. Сөйтіп істегенбіз дейді. Осы Қытайдың өзінде де істеген екен. Қалаймақан істете бермейді дейді. Мысалы, мемлекет мынандай өлшемге тошатын осындай болып істейді десе, стандартта болады, соған қаратаған істетіп болады. Оны қалаймақан істей бермейді. Ол мысалы мемлекет мысалы одырханаға бәлен керек десе сонда істейді екен. Мемлекеттің айтуы бойынша істейді нәрсе. Оны апарып көшеге сатылмайды. Ол мысалы мемлекет қанша заказ береді, сонша істеп бергенбіз дейді. Бұрын істегенбіз дейді. Өткенде сонда қанша теңгенің заказын алдырып бердіңіз бұл кісілерге? Оны білмеймін, осы жақта бір қазақ жігіттерге бергем, өздері рәзімерлерін не қылып, осыларға заказ беріпті ғой. Қаншалық заказ берді енді, оны білмеймін мен. Жалпы Бөкең бұл кісілерге клиент тауып берген, себепші болған. Бұл кісілер үлкен заказын орындап беріпті Бөкеңнің, енді қазір Бөкеңді қонақ қылайын деп отыр. Соның есесіне мен де қосылып қонақ болып отырмын бұл кісілерге, барып енді тамақ ішейік деп отырмыз.